Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен сүзбе қосып дайындалатын өте оңай шоколадты пирогтың рецебін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қант салып, жақсылап, аппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Шамамен 1 минут кетеді. Енді осы массамыздың үстіне сұйық май және де сүт құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Енді құрғақ қоспаларды қосамыз, яғни ұн, какао және де разрыхлитель. Барлығын бір келкі болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Алдымен жай жылдамдықтан бастап араластырамыз, әйтпесе ұн шашырап кетеді. Енді осы дайын болған қамырымызды пергамент қағазы төселген формаға құямыз, немесе мен сияқты фольга төсеулеріңізге де болады. Осы уақытта духовканы қыздырып қоюларыңызға болады. Енді сүзбелі салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге қант, крахмал және де жұмыртқа қосып, жақсылап миксерлеп немесе блендермен езіп алуларыңызға болады. Сол кезде сүзбеміз нәзік, бір келкі, тегіс болып шығады. Енді осы дайын болған сүзбелі салмамызды арнайы кондитерлік қалташаға саламыз, немесе мұндай жоқ болса сіздерде жай ғана салафанға салуларыңызға болады. Мен негізі сүзбені көп салып қойыппын. Сіздерге қанша грамм салу керек екенін осы видеоның астына қалдыратын боламын. Енді осы пакетіміздің бас жағын сәл ғана қайшымен қиып, осы сүзбені пирогқа құйып шығамыз. Енді қызып тұрған пешке саламыз. 180 градуста шамамен 30-35 минутта піседі. Піскенін шпажка арқылы тексеруге болады. Достар, бұл пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады, әрі өте дәмді. Көргілеріңіз келеді, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Және де видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Шайларыңыз тәтті болсын.